Сәлем достар, мен каналыма қош келдіңіздер. Бүгін етсіз жасалатын өте дәмді тамақ дайындаймыз. Бізге 300 грамм таза жуылған күріш қажет. Жарты литр суға 1 шай қасық ас тұзын салып, баяу отта пісіріп аламыз. Енді 3 жұмыртқаны алып, 1 шымшым тұз қосып, ыдысқа араластырып аламыз. Және бір орташа сәбізді кішкентай кубик қылып турап аламыз. Табаға 2-3 ас қасық май құйып, сәбізді 4-5 минут қуырып аламыз. Енді тұз қосылған жұмыртқаны құямыз, араластырып пісіреміз. Жұмыртқа қуырылып болған соң, тағы да 2-3 қасық сұйық май құйып, күрішті саламыз, жақсылап араластыра бастаймыз. Бұл әсіресе жұмыс жасайтын қыздарға, келіншектерге, студенттерге сабақтары көп болған кезде өте ыңғайлы, әрі тез, әрі дәмді тағам түрі. Және күрішті бір күн бұрын пісіріп, суытып қоюға да болады тоңазытқышқа. Бұл сіздің уақытыңызды одан әрі үнемдейді. 2 ас қасық соя соусын қосып, тағы да араластырамыз. Енді жуылған көк пиязды турап, қосамыз, араластырамыз. Міндетті түрде осы тамақты жасап көріңіздер, сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Бір жасап дәмін көргеннен кейін бұл тағамды қайтадан жасағыңыз келіп тұрады. Егер видео ұнаса, комментарий жазып, лайк басыңыздар. Келесі видеода кездескенше.